Қайырлы күн достар, сіздермен Айнамгүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз ерекше манты пісіретін боламыз, хошан мантысы. Бұл түрі пирожкиге ұқсағанымен дәмі өте керемет болып шығады. Достар, жасап көріңіздер. Ұнға кішкене су құйып, жарты қасық дрожж салып араластырып жібереміз. Қалған суымызға тұз салып ерітеміз. Ол ерігенше жұмыртқамызды саламыз. Қаймақ, сұйық май және тұзды суымызды құйып қамыр жасайтын боламыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін салафанға салып демалдырамыз. Оған дейін салмасын жасаймыз. Тартылған етке туралған пияз, ұсақтап туралған, асқабақ және дәміне қарай тұз, бұрыш, паприка салып араластырамыз. Дайын болған қамырымызды салафаннан аламыз да ұзындау етіп дөңгелетеміз. Ұзын кішкентайдан кесіп шығамыз. Кесілген қамырдарымызды дөңгелетеміз. Егер барлығы бірдей болу керек десеңіздер, грамдары 22 граммен өлшеп жасауға болады. Мен көзбен жасадым. Дөңгелектерімізді бетін салафанмен жауып қоямыз, құрғап кетпеу үшін. Бір дөңгелегімізді алып ұнға малып аламыз да қолмен басып отырып дөңгелетеміз. Сосын оқтаумен жайып аламыз. Қатты жұқа болмау керек, кішкене қалыңдау болу керек. Менікі жұқа болып кетті. Қамырымызды бір қолымызға алып, салмасын салып өреміз. Мен енді әдемі қылып өре алмадым, достар. Сіздер әдемі қылып өрсеңіздер өте керемет болады. Екі жағынан қатты қысып отырып өреміз. Себебі біз бұны майға қуырамыз, сондықтан жан жағы ашылып кетпеу керек. Тағы біреуін көрсетейін. Дөңгелегімізді ұнға малып аламыз. Қолмен қысып отырып домалатамыз. Жаямыз. Қатты қалың қылып жұқа қылып жаймаймыз. Қамырымызды бір қолымызға алып, салмасын салып, екі жағынан қатты қысып отырып өреміз. Барлығын видеодағыдай жасап шыққаннан кейін қызып тұрған майға екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Барлығы ішінің бары бірден пісу мүмкін емес, ол піспейді. Сондықтан оны біз мантоваркаға жалғастырып пісіреміз. Сондықтан тек екі жағын қызартып алсаңыздар болды, достар. Өлшемдерін видеоның астына жазып кетемін. Қызарғандарын жайып мендеп ала береміз. Бірден мантоваркаға салсаңыздар да болады. Мантоварканы майлаудың қажеті жоқ, себебі өзі майлы, бірақ мантоваркаға пісіп шыққаннан кейін ешқандай майлылығы білінбей қалады. Мантоваркада 30-35 минутта пісіріп аламыз.
пісіп шықты достар. Өте дәмді болады, жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонда сізге барлық видеом көрінетін болады. Жасап жатсаңыздар ас болсын.